Сәлем достар. Я достар, осындай керемет әуеннен кейін біз келесі шығарылымызды бастаймыз. Құрметті достар, мен отырған жер Шегеғұм деп аталады. Барлықтарыңыз бала кезіңізде осындай Шегеғұмның үстінде, шеге топырақтың үстінде ойнап өскен шығарсыздар. Әсіресе осындай кеш батып жатқан кезде тығылмақ, қуыспақ, жәми, шындығыңды айт дейтін ана батыл шыншыл осындай ойындар көп болды. Және де сол ойындарда кімнің жұматынын, кімнің қуатынын бір анықтайтын керемет сөздер бар. Оны бастап айтайын. Ең бірінші бәрі бүйтіп қолдарын қойып тұрады. Анау агдым быгдым чомаранди, чонгаронга боманди, чонгареки бомантас, ничалайский черный час деп ана час деген түскен бала шығып кетіп сондай. Сосын анау алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойыннан шығады дейтін. Сосын кім не қылды, ат не қылды, аттан баттан темір таяқ, орақ бар көу дейтін бір керемет сөздер бар том. Олардың бәрі енді кезде бір ең шыншыл. Ол сөздердің құдіреті бізбен бірге оқыған, біздің өзіміз сабақта тест тапсырып жатқанда дым вариант болмаған кезде бітті ғой жаңағыдай. Кім не қылды, ат не қылды, аттан баттан темір таяқ деп бірден тесттің дұрыс жауабын тауып береді. Сондай күшті сөздер дейтін деп қояды. Қазір енді ауылда үйдеміз, бұрынғы үй жақта болғаннан кейін осылайынан ауылдың блогері болып кетуге айналдық. Кішкентай кезімізде қыздардың, балдардың, көбінесе қыздардың қолында осылайынан түйілген жіп жүретін тұғын. Сосын олар мынадай нәрсе істейді қолдарына осылай істейді да. Көзің бадырайып жарты сағат таңғалып тұрасың. Осыны қазір сіздерге үйретейін. Өте оңай. Қолдың жіптің түйілген шеті болады. Түйілген шеті қолдың ішкі бетінде қалады. Үйде жіп болса, или бау, кроссовкілеріңіздің бауын ала тұрыңыздар. Үйде мынада қолдың түйілген беті алақанның ортасында былай қалады. Сосын екі саусақтың ортасында мынау былай өтеді. Осылай өтетіндер көрдіңіздер, өстіп өтеді. Сосын екеуі бірге бас бармақтан былай өтеді. Екеуін бірге бас бармақтан былай өткізесіздер да. Мына бірінші, міне қараңыздар, міне бірінші. Тартқан кездегі бірінші жіпті кішкентай қолға ілеміз. Сосын былай елеміз, мына саусаққа былай елеміз. Осылайынан екісі болады. Сосын барлығын бүйтіп аламыздан, екі ортақ саламыз. Сосын жай тартамыз. Көрдіңіздер ғой, оңай мінеге. 4 рет 5 рет жаза болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жасап көруге болады, өте оңай. Және де келесі бұл қыздарға, балдардың қолында біздің кезімізде қазіргі балдар не істейтінін білмеймін. Балдардың қолында шипатка деген болады. Шипатка деп аталады. Оны қалай істеу керегін кез келген мектепте оқыған бала біледі. Және де ең қызық шипатка деген мынадай дүние резинкіден жасалады. Мына жерге қағылады да міне. Шыдық еткізіп слайда дүние жасайды. Қыздардың бір жаман ойнайтын ойыны өтті. Мама сіздер ойныңызды күтейіңіздер. Осы ойынды қазір мама үйдің үйлеріңізде ойнасаңыздар болады, іштеріңіз пысып, сотқа дейін тасып барады. Енді осына? Қайты қалпына келді. Бізге ойын үйреткен Алмапай.